Ассалаумалейкум достар. Бүгінгі түсірілімде Ера біршама уақытқа болмайды. Алла қаласа келесі шығарылымда шығып қалуы мүмкін. Сондықтан да бүгін сіздермен бірге мен Баубек бүгінгі түсірілімді жүргізетін боламын. Ал ендеше достар, көріп тұрғандарыңыздай біз Ераның айтуы бойынша біз Автомир көлік кешеніне қайтадан келдік. Бүгінгі жүрген көліктер жанарды ма? Қазір көретін боламыз. Достар, видеоны бастамас бұрын арнаға тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, және де осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Достар, ал онда кеттік, біз жүрген көліктерге жолымызды бастаймыз. Неге менің әңгімелерімді тыңда түсінбейсің? Неге менің жүрегіммен не керегін білмейсің? Егер дегім сенің көңіліңді тағы қалдырса, тереңінен көміп тастаймын, сен соны білбейсің. Ашуланба Мария, махаббатым жария, бірге аралап қайтайық Париж. Ендеше достар, көріп тұрсаңыздар, бізде алдыңғы бөлімдегі көліктерде әлі бар екен, бірақ сонда да кішігірім бұл көліктерге де тоқтала кетелік. Бірінші көлік бізде Land Rover Defender. Жүрілген шақырымы бұл көліктің 97 мың шақырым жүрілген екен. 2008 жылғы, қозғалтқыш көлемі 2.4. Бұл көлікке бағасы 6 миллион теңге екен. Келесі көлікке жүре берсек, келесі көлік бізде Hyundai Accent. Hyundai Accent. Жүрілген шақырымы 19 мың шақырым жүрілген екен. Бұл көлік 2019 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.6, бағасы 5 миллион 800 мың. Көлік шыны керек судай жаңа екен бұл көлік. Келесі көлікке барсақ, келесі көлік бізде көріп тұрғандарыңыздай Toyota RAV4. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 170 мың шақырым жүрілген екен. 2007 жылғы көлік. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 3.5. Және де бұл көлікке иесі 5 миллион 600 мың теңге сұрап тұр екен. Келесі көлік бізде Mazda CX-5. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 189 мың, шығарылған уақыты 2014 жылғы бұл көлік. Және де қозғалтқыш көлемі 2. Және бұл көліктің бағасы 5 миллион 200 мың теңге. Келесі көлік бізде Mazda 6. 10306 шақырым жүрілген екен бұл көлік. 2018 жылғы 2.5 турбо қозғалтқышы. Және де бұл көліктің бағасы 13 миллион 500 мың теңге. Енді көлік бізде Nissan X-Trail. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 10 мың шақырым жүрілген. Және де 2018 жылғы шығарылған екен бұл көлік. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2.5. Бұл көлікке иесі 12 миллион теңге сұрап тұр екен. Бізде келесі көлік, көріп тұрсаңыздар, Infiniti көлігі. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 41 мың шақырым жүрілген. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 5.6. Және де бұл көлік 2017 жылы шығарылған. Бұл көліктің бағасы 23 миллион 500 мың теңге. Келесі көлік бізде Mazda CX-5. Бұл көлік 2015 жылы шыққан екен. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2.2. Және де бұл көліктің бағасы 7 миллион 200 мың, жүрілген шақырымы 85 мың шақырым жүрілген. Бұл көлікке тоқтала кетсек, білмеймін, 7 миллион 200 мың тұрама бұл көлік. Көріп тұрсаңыздар, алдыңғы сол жақ бөлігінен қатты соққы алған секілді жарылып кеткен екен бұл көлік, алдыңғы жағы. Және де көріп тұрсаңыздар, мына есігінде де міне тас ұшқан ба, ішке қарай майыстырып жіберіпті. Міне мына жерлеріңізде де краскасы де ұшқан. Білмеймін, бұл көлік 7 миллион 200 мың тұрама екен. 7 миллион 200 болауға лайық па? Егерде комментарий жазып кетіңіздер. Келесі көлік бізде Porsche Cayenne. 200 мың шақырым жүрілген. Бұл көлік 2005 жылғы. Және де бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 4.5. Бұл көліктің бағасы 3 миллион 700 мың теңге. Біздегі ендігі көлік Chevrolet Aveo. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 74 мың.
Және де бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 1.4. Бұл көліктің бағасы 2.850.000 теңге екен. Келесі көлік бізде Renault Captur. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 41.000 шақырым жүрілген. Бұл көлік 2017 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.6 бұл көліктің, және де бағасы 5.600.000 теңге. Достар, ендігі келесі көлік бізде соңғы көлік Mitsubishi ASX. Бұл көліктің жүрілген шақырымы 148.000 шақырым жүрілген. Бұл көліктің шығарылған уақыты 2012 жылғы көлік. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 1.2, бағасы 4.200.000 теңге. Ендеше бүгінгі жүрілген көліктерге шолуымыз осымен тәмам. Достар, сіздердің қолдауларыңыз бізді жігерлендіреді. Сондықтан да бізде жиі видео шығаруға тырысамыз. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, және осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Қалап жеңіл ауыр боласың шаттырым тұрса да ол